Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз математикалық индукция әдісін MapleSoft бағдарламасы арқылы көрсетеміз. Жалпы математикалық индукция әдісі дегеніміз не? Ол математикалық индукция әдісі екі қадамнан тұратынын білеміз. Базалық қадам және де индукциялық қадам. Яғни бірінші n тең болғандағы бірді мәнін тексереміз, және де n тең k болғандағы мәнді дұрыс деп болжам жасаймыз. Сонымен қатар соңғы индукциялық қадам n, яғни n тең k плюс 1-дегі өрнектің мәнін дұрыс екенін дәлелдеуіміз керек. Жалпы мына жерде біз үш есеп қарастыратын боламыз. Яғни біз натурал сандардың тізбектерінің қосындысы. Осы бойынша біз бұл Maple бағдарламасы арқылы бұл есепті жалпы автоматтандырып есепті шығара аламыз. Сонымен қатар s тең n тең болады. Жалпы мына жердегі біз өрнектің мәнін көшіріп орнына қойсақ, ары қарай бізде автоматтандыру батырмасын басу арқылы есепті ары қарай оңай шығара алады екенбіз. Бұл есепті ары қарай оңтайландыру үшін біз қайтадан s1 тең жазсақ, біз ол автоматты түрде бірді есептеп шығарып береді. Сонымен қатар екіні қойған кезде 3 ары қарай солай кете береді. Нің орнына қандай мәнді қойсақ та бізде автоматты түрде шығарып беріп отыратын болады. Көріп отқандарыңыздай s3 тең 6. Ары қарай бізде есептеу қадамдарын жүргіземіз. S тең k болғандағы өрнектің мәні дұрыс деп болжам жасаймыз. Яғни мына жерде өрнекті көріп отқандарыңыздай өрнектің n-нің орнына k-ның мәнін k-ны апарып қойған болатынбыз. Енді келесі біздегі қадам индукциялық қадам. Яғни n тең болады k плюс 1-дегі өрнектің мәнін тексеру, дәлелдеу керек. Яғни біз бұл жерден s тең sk плюс k плюс 1-дегі өрнектің мәнін дұрыс екенін тексеру керекпіз. Бұл жерде автоматты түрде көріп отқандарыңыздай шығарып берді. Ары қарай біз не істейміз? Мына жердегі фактор батырмасын басу арқылы біз өрнекті ары қарай дәлелдеу командасын бұл бағдарламаға енгіземіз. Ары қарай бізде s тең sk плюс 1. Яғни бұл жерде өзі автоматты түрде көріп отқандарыңыздай сол өрнектің, яғни формуланы дәлелдеп шығарып берді. Жалпы бұл Maple бағдарламасы әсіресе күрделі есептерді оңай шешу үшін, яғни автоматтандырып шешу үшін қолданады. Назарларыңызға рахмет.